Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев дарынды жастар үшін ашық және тиімді әлеуметтік саты құру туралы идеяны алға тартты. Осы жоба барынша даярланған және тәжірибелі жастар үшін мемлекеттік басқару және квазимемлекеттік сектор жүйесінде басшылық қызметке тұруға бірегей мүмкіндік ашады деп көзделіп отыр. Кімдер қатыса алады? Жасы 35-тен аспаған Қазақстан Республикасының азаматтары, жоғары білімі бар және 5 жылдан кем емес еңбек өтілі бар азаматтар. Қалай қатысуға болады? 2019 жылдың 1 мен 30 қыркүйегі аралығында pkrezerv.kz сайтында тіркелу және құжаттарды тапсыру керек. Жеке кабинетіңізді толығымен толтыру, қажетті құжаттарды енгізу, жеке куәліктің көшірмесі, жоғарғы білім туралы дипломдардың көшірмесі, еңбек қызметін растайтын құжаттардың көшірмесі және ұсыным хаттар. 2019 жылдың 12 қазанынан бастап 25 желтоқсан аралығында іріктеу кезеңдерінен өту. Президенттік жастар кадрлық резерві мынадай бағыттар бойынша құрылады. Лауазымдардың салалық тобы, министрлер, оның орынбасарлары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, Астана әкімдерінің орынбасарлары, орталық атқарушы органдар комитеттерінің төрағалары, квазимемлекеттік сектор компаниялары басқармаларының төрағалары және мүшелері. Қызметтің бағыттары: экономикалық және қаржылық саясат, әлеуметтік саясат, инфрақұрылымды және қызмет көрсету салаларын, өнеркәсіпті, ауыл шаруашылығын және қоршаған ортаны дамыту, сыртқы және ішкі саясат, құқықтық саясат. Өңірлік лауазымдардың тобы: облыстардың, республикалық қалалардың, Астананың әкімдері, облыстық маңызы бар қалалардың, облыс аудандарының және қалалардағы аудандардың әкімдері. Қызметтің бағыттары: өңірлік басқару. Басқарушылық лауазымдардың тобы: орталық атқарушы органдардың жауапты хатшылары, орталық және жергілікті мемлекеттік органдар аппараттарының басшылары. Қызметтің бағыттары: басқарушылық бағыт. Президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеудің кезеңдері: құжаттарды қабылдау, қабілеттерді тестілеуді верификациялау, әлеуетті бағалау, сараптамалық комиссияның мүшелерімен сұхбаттасу. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы жастар кадр резерві жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы және кандидаттарды президенттік жастар кадрлық резервіне қабылдау. Белсенді қатысуға шақырамыз. Еліміздің жарқын болашағына өз үлесіңді қос.